Ал Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытындағы жаңғырту жұмыстарын бітіру үшін 932 миллион ақш доллары қажет. Дәл осы соманы 13 жылдық несие түрінде Қазақстанның даму банкі беретін болды. Қайта жөндеуден кейін зауыттың өндіріс көлемі ұлғаймақ. Жылына 460 мың тонна жоғарақтанды бензин, 226 мың тонна дизельдік отын және 27 мың тонна әуе жанар майын өңдеп шығарады деп күтілуде. Жалпы банк Павлодар және Атырау қалаларындағы мұнай өңдеу зауыттарында қаржыландырып отыр. 3 кәсіпорынға бүгінде жалпы сомасы 753 миллиард теңге несие берілген. Жаңғырту жұмыстары аяқталысымен кәсіпорындардың жалпы мұнай өңдеу қуаты 16 миллион тоннаға дейін жетуі тиіс. Әрі өнім Еуро 4, Еуро 5 экологиялық стандарттарына сәйкестендірілмек. Техническое и технологическое обновление. Мұнай өңдеуді жаңғыртудың түпкі нәтижесі әлемдік экологиялық стандарттарға сәйкес келетін мұнай өнімдерін өндіруге сапалы көшу, сондай-ақ Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін арттыру болмақ. Базалық кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын кеңейте отырып, Қазақстан өнеркәсібінің мұнай өңдеу және мұнай химия салаларын техникалық және технологиялық жаңарту елдің шикізаттық емес экономикасын дамытуға жәрдемдеседі. Вот объекты первого этапа в эксплуатацию. Жөндеудің бірінші кезеңінен кейін қолданысқа берілген нысандардағы өндіріс жанданып, мұнай өнімдері Еуро 4 және Еуро 5 стандарттары сапасына сай шығарылатын болады. Екінші кезең барысында гидротазарту бөлімі құрылысы жалғасып, қажетті инфрақұрылым тартылады. Осының арқасында зауыт қуаттылығын 5-тен 6 миллион тоннаға дейін жеткізу көзделуде.